Баршаңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте керемет, дәмді, тез әрі оңай жасалатын қытырлақ қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, видеоның соңына дейін қараңыз. Алдын ала құрғақ ыдысымызға жылы су құямыз. Яғни бір кесе жылы суымызды құйып, бір шай қасық тұз пайдаландым. Алдын ала дайындап алған 2 жұмыртқамызды да салатын боламыз. Яғни бір шай қасық ас содасын салдым. Осылайша алдын ала дайындап алған ұнымызды да 3 кесе салатын боламыз. Ұнымызды илектің көмегімен алдын ала өткізіп алдым. Яғни барлығын осылайша салып, қолымызбен қамыр жасайтын боламыз. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырыңыздар. Алдағы уақытта сіздермен жақсы рецепттерді міндетті түрде бөлісетін боламын. Яғни орташа көлемде осылай қолдың көмегімен қамырымызды илеп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз кішкене қаттырақ болып шықты. Осылайша 30 минутқа енді біз бетін пакетпен жауып, яғни тындырып қоятын боламыз. Тындырып қойған қамырымызды енді біз алып, яғни оқтаудың көмегімен осылай қамырымызды жаямыз. Қамыр кішкене қаттырақ болды, сол себептен қол күшімен, яғни оқтауымызды басып отырып, қамырды жаятын боламыз. Алдын ала микроволновкада ерітіп алған маргаринімізді жайып алған қамырымыздың үстіне, яғни осылай шашып шығамыз. Щетканың көмегімен барлық жеріне тегістеп, яғни жағып шығатын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, маргариніміз кішкене қатыңқыраған соң барып орағандарыңыз дұрыс, сонда маргарин сыртына шығып кетпейді. Осылайша көз мөлшерімен өлшеп, яғни 7 бөлікке бөліп алдым. Осылайша үстінен басып, яғни осылай барлығын тегістеп басып шығып, қамырымызды жаятын боламыз. Көріп тұрғандарыңыздай барлығын жайып алдым. 7 шықты. Осымен біз дайындап алған қамырымызды алдын ала қазанымызға құйып, қыздырып алған майымыздың, яғни салып пісіретін боламыз. Өте керемет, дәмі әдемі болып шығады. Дәл осы рецептпен жасасаңыз өкінбейсіз. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі, керемет болып шықты. Алтын түсті қаттама, қытырлақ, яғни үгілмелі, өте әдемі болып шықты. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Достар, егер видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа группаларға, чаттарға жіберулеріңізді сұраймын. Менің каналымның дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Видеоның соңына дейін қарағаныңыз үшін рахмет. Келесі видеода көріскенше.